Annyeonghaseyo 여러분. Біз бүгін сіздерменен корей тіліндегі фразеологиялық тіркестер, яғни идиомаларға тоқталатын боламыз. Бірінші тіркес 눈, 코, 틀세 없다. яғни бұл бізде сөзбе-сөз аударатын болсақ, 눈, көз, 코, мұрын, 틀세 없다, ашатын уақыты болмау, яғни демала алмау, көзін аша алмау деген мағынада, қолы тым бос болмау деген мағынаны білдіреді. Мысал сөздерге назар аударайық. 요즘 취직 준비하느라 눈, 코, 틀세 없어요. соңғы кездері жұмысқа тұруға дайындаламын деп қолым тым бос емес дейді. Ары қарай 공부랑 아르바이트를 같이 하니까 눈, 코, 틀세 없네요. сабақпенен жаңағы подработканы бірге алып жүргендіктен қолым тым бос емес. 아기가 태어난 뒤로 눈, 코, 틀세 없이 바빠졌어요. сәбиім балам туылғаннан бері тым қолым бос емес болып кетті дейді. ары қарай 친구에게 연락이 없네요. 요즘 눈, 코, 틀세 없이 바쁜가 봐요. досым соңғы кездері хабарсыз болып кетті. соңғы кездері қолы тым бос емес ау деймін. ары қарай 계속 눈, 코, 틀세 없이 바빠서 힘들어요. ылғи қолым бос емес болғандықтан қиналып жүрмін дейді. иә. келесі 귀 빠진 날. бұл бізде туған күн деп аударылады. сөзбе-сөз аударатын болсақ, құлақ шыққан күн, құлақ түскен күн. неге кәрістер туған күнді құлақ түскен күн деп атайды екен? ол мынамен байланысты. бала ананың денесінен шыққан кезде ол басымен бастап шығады. соның ішінде ананың ішінен шыққандағы ең қиын сәті ол құлағының шыққан сәті екен. яғни ананың ішінен баланың құлағы шықса, дәрігерлер уже баланы 90% туылды деп есептейді екен. 90% аман шықты деп. яғни осымен байланысты жаңағы туылу деген мағынаны білдіріп кеткен екен. туған күн деген мағынаны. мысал сөздерге назар аударайық. 귀 빠진 날에 뭐 할 거야? туған күніңде не істейсің? 귀 빠진 날이네. 생일 축하해. бүгін туған күнің екен ғой. туған күніңмен құттықтаймын. ары қарай 친구가 귀 빠진 날이라고 선물을 줬어요. досым туған күнің ғой деп маған сыйлық берді дейді. ары қарай 친구 귀 빠진 날이라서 깜짝 파티를 준비했어요. досымның туған күні болғандықтан мен оған арнайы кеш дайындадым дейді. ары қарай 오늘이 제 귀 빠진 날인데 아무도 몰라서 서운해요. бүгін менің туған күнім, бірақ ешкім білмегендіктен кішкене көңіл-күйім жоқ дейді. ары қарай 한국 사람들은 보통 귀 빠진 날에 미역국을 먹어요. корейлер жалпы әдетте туған күнде не дейді? 미역국 сорпасын ішеді дейді. 파 김치가 되다. сөзбе-сөз аударатын болсақ, жасыл пиязға айналу, ал беретін мағынасы қатты шаршау. мысал сөйлемдер. 어제 늦게까지 야근해서 파김치가 됐어요. кешке дейін жұмыс жасағандықтан қатты шаршадым дейді. ары қарай 지하철에 사람이 너무 많아서 파김치가 됐어요. метрода адам тым көп болғандықтан қатты шаршадым дейді. ары қарай 아침 일찍 출근해서 파김치가 되도록 일했어요. таңертең ерте жұмысқа шығып, қатты шаршағанша жұмыс істедім. 눈에 콩깍지가 쓰이다. сөзбе-сөз аударатын болсақ, көзіне жасыл бұршақ толып қалу. ал мағынасы махаббаттан көзі соқыр болу. Біздше айтқанда розовые очки ғой, жаңағыдай жақсы көретін адамның жаман тұстарын, кемшіліктерін көрмеу, тек жақсы жағын ғана көру. яғни көзі соқыр болу, махаббаттан. мысал сөйлемдер. 눈에 콩깍지가 쓰였을 때가 가장 행복해요. көзіңе бұршақ толып тұрған кездер ең бақытты кездер дейді. 눈에 콩깍지가 쓰여서 여자친구의 모든 것이 좋아 보이네요. көзіме жасыл бұршақтар толып қалғандықтан қызымның, жүріп жүрген қызымның барлығы мен үшін әдемі жақсы көрінеді дейді. ары қарай 내 눈에 콩깍지가 쓰였나 봐. 남자친구랑 싸워도 밉지 않아. менің көзіме жасыл бұршақ толып қалған ау деймін. жігітіммен ұрысып қалсам да жек көре алмаймын дейді. ары қарай 사귄 지 얼마 되지 않아서 아직 눈에 콩깍지가 쓰여 있어요. кездесіп жүрмегенімізге көп болмағандықтан әлі көзімде жасыл бұршақтар толып тұр дейді. ары қарай 눈에 쓰였던 콩깍지가 벗겨지며 애인의 단점이 보이기 시작해요. 벗겨지면, егер көзіңдегі жасыл бұршақтар түсіп қалса, өзіңнің неңнің ғашығыңның кемшіліктері көріне бастайды дейді. 단점이. 귀가 얇다. сөзбе-сөз аударатын болса, құлағы жұқа болу. яғни естіген нәрсесіне тез сенгіш, аңқау адамдар туралы айтылады. мысал сөйлем. 저는 귀가 너무 얇아서 큰일이에요. мен тым сенгіш, аңқау болғандықтан менің проблемам сол дейді. ары қарай
그 사람은 귀가 얇아서 속이기 쉬워요. ол адам аңқау немесе тез сенгіш болғандықтан оны алдау оңай дейді. ары қарай 귀가 너무 얇아서 사기당한 적이 많아요. құлағым жұқа болғандықтан, яғни сенгіш болғандықтан алданып қалған кездерім көп дейді. 넌 귀가 얇아서 혼자 쇼핑하러 가면 안 돼. сен тым аңқау, сенгіш болғандықтан жалғыз шопинг жасауға баруыңа болмайды дейді. Өйткені сатушылардың айтқан сөзінің бәріне сеніп қала беретін болып тұр ғой. ары қарай 이 사람 저 사람 말을 다 믿으니까 귀가 얇다는 말을 듣지요. ана адам мына адамның барлығын сөзіне сене бергендіктен аңқау деген сөзді естиді ғой дейді. Келесі 동네 북, 동네 деген аудан ғой, яғни сол аудандағы барлығын мазағына қалатын адамды көбінесе айтады. Орысша айтқанда козел отпущения деген бар ғой, козел отпущения, яғни барлығы соны мазақ қылады, барлығы бір нәрсе болса содан көре салады деген секілді, соған қатысты 동네 북 деген кәріс тілінде выражение бар. Суретте де көріп тұрсаңыздай, бір адамды барлығы айналып алып не істеп жатыр, әйтеуір соны мазақ қылумен айналысып жатыр. Мысал сөйлемдер: 내가 동네 북인가? мен не козел отпущениемін ба деп. Енді қазақша тура бұның аудармасы жоқ, бірақ осы арқылы түсінсеңіздер болады. ары қарай 왜 모두 나한테만 화를 내? 내가 동네 북이야? неге барлығың маған ғана ашулана бересіңдер? мен ба сендердің козел отпущенияларың? деген мағынада. ары қарай 친구들이 맨날 저만 놀려요. 동네 북이 된 것 같아요. достарым күнде мені ғана не істейді? тисе береді, маған ғана тисе береді. мен әбден 동네 북 болған сияқтымын дейді, козел отпущение. ары қарай 뭐가 잘못되면 전부 저를 의심해요. 제가 동네 북인가 봐요. бір нәрсе дұрыс болмаса болды, барлығы менен күдіктенеді дейді. мен осы козел отпущениемін ау деймін дейді. 가시방석 бұл өте бір ыңғайсыз жағдай немесе сезімге қалған кезде айтылатын выражение. Мысалы, суретке қарап тұрсаңыздар, ана үстелге отыру өте бір ыңғайсыз болатын еді, неприятно болатын еді. Мысал сөйлемдер: 분위기가 왜 이래? 완전 가시방석이네. атмосфераға не болған? прям өте ыңғайсыз екен, өте ыңғайсыз. Қайтсақ болады, ине үстімен жүру деп аударсақ бола ма? Біздің ине үстінде отырғандай деп аударсақ болады. Бізге бір ине үстінде отырғандай болдым ғой, өте ыңғайсыз ғой деген мағынада. ары қарай 생일 파티에 갔는데 친구들이 싸워서 가시방석이었어요. туған күн кешіне барып едім, достарым ұрысып қалды да, атмосфера не жағдай не болды, өте ыңғайсыз болып кетті. ине үстінде отырғандай болып кетті. 가시방석이었어요. ары қарай 친한 친구들이 서로 싸우는 바람에 만나면 가시방석이에요. яғни жақын достарым бір-бірімен ұрысып қалғанының себебінен немесе кесірінен сауынын параме кездессек болды, өте ыңғайсыз жағдай, атмосфера болады бізде дейді. 완전 가시방석이에요. ары қарай 저를 싫어하는 친구랑 같이 발표하게 됐어요. 정말 가시방석이에요. мені ұнатпайтын, мені жек көретін досыммен бірге мен презентация қорғайтын болып қалдым дейді. 발표하게 됐어요. 정말 가시방석이에요. өте ыңғайсыз дейді. ары қарай 예전에 사귀던 남자친구랑 길에서 마주쳤어요. яғни бұрын жүрген жігітіменен жолда не істедім? жолықтырып қалдым, кезігіп қалдым. 정말 가시방석이었어요. өте ыңғайсыз жағдай болды, немесе ыңғайсыз сезімде болдым дейді. ары қарай 목이 타다, қатты шөлдеу. сөзбесіз аударатын болсақ, суретте көріп тұрғандарыңыздай, мок тамақ, мойын, жану, тада жану, өртену, ал мағынасы қатты шөлдеу. моктанда, қатты шөлдеп тұрмын. ары қарай 목이 타서 죽겠어요. қатты шөлдеп тұрмын, өліп кететін сияқтымын. ары қарай 계속 뛰었더니 목이 타네요. көп жүгіріп едім, не істедім? шөлдеп қалдым дейді. көп жүгірген едім. 목이 너무 타서 그러는데 물 좀 주세요. қатты шөлдеп тұрғаннан кейін сұрап тұрмын, су беріңізші. келесі айтылым чиккори. бұл сөзбесіз аударатын болсақ, тышқанның құйрығы деген мағынаны білдіреді. тышқанның құйрығы жалпы өздеріңіз білесіздер, өте қысқа болады. яғни сәйкесінше өте шағын, кішкентай көлемдегі нәрсеге қатысты айтылатын выражение көбінесе ақшаға қатысты айтылатын. мысалға, ақшам менің тышқанның құйрығындай ғана, яғни аз деген мағынада. мысал сөйлемдерге қарайық бірден. 용돈이 찌꺼리만 해요. 용돈 дегеніміз карманный деньги, яғни қалта ақшам тышқанның құйрығындай ғана, өте аз деген мағынада.
ары қарай 돈이 쥐꼬리만큼밖에 없어요. ақшам өте аз ғана бар, тышқанның құйрығындай ғана бар. 야? ары қарай 쥐꼬리만 한 돈 주면서 생색 내기는, яғни аз ғана ақша беріп соны бір міндет қылуын немесе өзінше болуын деген мағынада. ары қарай 쥐꼬리만 한 월급으로 어떻게 살아요? сондай аз ғана зарплатамен, айлықпен қалай өмір сүресің дейді. 쥐꼬리만 하다 дегені сондай аз болу. 얼굴이 반쪽이 되다. 반쪽이 되다, яғни сөз бесіз аударатын болсақ, беті жарты бет болу. Өте андай қорқынышты естіледі, беті жарты бет болып қалу. Бірақ мағынасы қандай да бір ауырғаннан кейін немесе бір қайғылы жағдайдан кейін түрі азыңқы көріну, кішкене қатты шаршаңқы көріну деген мағынаны береді. Олай болса, мысал сөйлемдер. Бірінші, 얼굴이 반쪽이 됐네. 무슨 일 있었어? бетің жарты бет болып қалыпты ғой, бір жағдай болды ма дейді, яғни азып қалыпсың ғой деп аударсақ болады бізге. ары қарай 세상에 얼굴이 반쪽이 됐네. 어디 아파? құдайым ау, бетің жарты бет болып қалыпты ғой, азып қалыпсың ғой, бір жерің ауырып жүр ме дейді. ары қарай 아프더니 얼굴이 반쪽이 됐네. 몸조리 잘해. яғни ауырып жүр деп естіген едім, азып қалыпсың ғой, немесе азыңқы көрінесің ғой, иә, неңді, денсаулығыңды жақсы күт дейді. ары қарай 인석 씨가 여자친구랑 헤어지고 나서 얼굴이 반쪽이 됐어요. 인석 өзінің қызымен айырылысқаннан кейін не істеді? Азып кетті дейді, қатты шаршаңқы болып кетті. бізде 입에 거미줄 치다. сөз бесіз аударатын болсақ, суретте көріп тұрғандарыңыздай, аузына не жаңағы өрмекшінің торы не шығу немесе жауып тастау. Ал негізгі беретін мағынасы өмір сүрудің мәнін жоғалту, яғни өмірден түңіліп кету деген мағынаны білдіреді. Мысал сөйлемдер: 걱정하지 마. 설마 입에 거미줄 치겠어? уайымдама, өмірдің мәнін жоғалтады деп ойлайсың ба? соншалықты деңгейге бармайтын шығар деген мағынада. 이러다가 입에 거미줄 치게 되면 어떡해? үйстемін деп өмірінің мәнін жоғалтса қайтесің? үйстемін деп жүріп 이러다가. ары қарай 입에 거미줄 칠 일 없으니까 걱정하지 마. яғни жаңағыдай аузыма өрмекші торын ілетін іс болмайды, уайымдама. яғни өмір сүрудің мәнін жоғалтпаймын, уайымдама. ары қарай 지금 하루아침에 입에 거미줄 치게 생겼어. яғни қазір бір-ақ күннің ішінде өмірімнің мәнін жоғалтатындай болып тұрмын дейді. ары қарай 입이 근질근질 하다. яғни сөз бесіз аударатын болсақ, аузы жыбыр-жыбыр ету, жыбырлау, аузы тыныштық бермеу, жыбырлау беретін мағынасы бір нәрсені айтқысы келіп тұру, соны айтқысы келіп шыдамай тұру, соны білдіреді аузы жыбырлау деген. мысал сөйлем, 입이 근질근질한데, аузың что-то жыбыр-жыбыр етіп тұр ғой, бір нәрсе айтқың келіп тұр ма деген мағынада. ары қарай 이건 비밀이니까 입이 근질근질해도 참아. бұл менің құпия болғандықтан айтқың кеп аузың жыбырлап тұрса да шыда дейді. ары қарай 너 정말 아무것도 모르는 거야? 입이 근질근질하네. сен шынымен ештеңе білмейсің бе? аузың что-то жыбыр-жыбыр етіп тұр ғой дейді. ары қарай 나영 씨랑 민석 씨랑 사귄다는 걸 말하고 싶어서 입이 너무 근질근질했어. яғни 나영 менен 민석тың бір-бірімен жүріп жүргенін айтқым келіп, аузым жыбыр-жыбыр етті дейді. яғни қатты айтқым келді, жыбырлады. келесі тіркес пари 넓다. пари 넓다 бізде сөз бесіз аударсақ, аяғы кең болу деп аударылады. бірақ беретін мағынасы таныстары көп болу, ортасы көп болу, достары көп болу деген мағынаны білдіреді. мысалға пар이 너무 넓어도 피곤해요. таныстарың кім көп болса да шаршайсың дейді. ары қарай 성현 씨는 발이 넓어서 연말에 갈 곳이 많아요. 성현ның ортасы кең болғандықтан, таныстары көп болғандықтан, жаңағы жылдың соңында оның баратын жерлері көп дейді. ары қарай 민경 씨는 발이 넓으니까 파티에 초대할 사람이 많을 거야. 민경ның ортасы кең болғандықтан, оның кешке, яғни вечерге шақыратын адамдары көп болады дейді.
하늘이 노랗다. сөз бисас аспан сары. Аспан сарғайып кетті. Аспан сап-сары деген мағынада. Уже аспан обычно көк болу керек, аспан сап-сары болса, ол бір жаман іс орын алды деген мағынада ғой. Яғни бұл ханари норатта тіркесі қатты шаршағанда, әбден энергиясы біткен кезде, немесе мындай қиындықтан жүрегі жараланған кезде қолданылатын тіркес. Көбінесе қатты шаршағанда, энергиясы таусылғанда айтылатын тіркес. Мысалға, 12시간 근무를 마치고 나왔더니 하늘이 노랗다. 12 сағат жұмыс істеп шыққан едім, қатты шаршадым, энергиям таусылды дейді. 하늘이 노랗다. ары қарай, 당시 상황은 내 예상과 너무도 달라서 하늘이 노랗게 보였다. қазіргі жағдай менің елестеткенімнен тым басқаша болғандықтан не істедім? Энергиям бітті, жүрегім жараланды дейді. қатты шаршадым. ары қарай, 하루를 굶었더니 하늘이 노랗게 보이고 어지럽다. бір күн ашыққан едім дейді, аспан сарғайып көрініп, басым айналып тұр дейді, яғни шаршап, энергиям бітіп тұр дейді, бір күн ашыққан едім. ары қарай, 불합격 소식을 듣자마자 하늘이 노래졌다. жаңағыдай 불합격 деген 합격 қабылдану, өту бір нәрседен, 불합격 өтпеу. яғни сол өтпегенімді естіген кезде дейді, 듣자마자 ести салысыменен аспан сарғайып кетті дейді, яғни жүрегім жараланды деген мағынада бұл жерде. ары қарай, 여동생이 입원했다는 말에 하늘이 노래졌다. қарындасым немесе сіңілім, больницаға түсті деген сөзді естіген кезде не істедім? Жүрегім жараланды, жүрегім ауырды, аспан сарғайып кетті. 하늘이 노래졌다. ары қарай, 입에 불칠하다. 입에 불칠하다. сөзбе-сөз аударатын болсақ, аузына клей жағу деп аударылады. Негізгі беретін мағынасы қазақ тілінде бізде нақты тіркес жоқ, бірақ орыстарда сводить концы с концами деген бар ғой, әбден әрең күн көру деген мағынада. мысал сөйлемдерге назар аударайық. 지금 내 월급으로는 입에 불칠하기도 힘들다. қазіргі менің айлығымменен ерніңе клей жағудың өзі қиын дейді. яғни біздің мағынасымен айтатын болсақ, қазіргі менің зарплатаммен алып жүрген дейді, күн көрудің өзі қиын дейді. Қыдыру былай тұрсын, саяхаттау былай тұрсын, жай ғана күн көрудің өзі қиын деген мағынада. ары қарай, 소영 씨는 입에 불칠하기도 바쁜 삶을 살고 있다. 소영 мынандай күн көрудің өзімен қатты бос емес, яғни қиын өмір сүріп жүр дейді. ары қарай, 입에 불칠하는 데에만 급급하여 취미 생활도 가지지 못했다. күн көрумен ғана жаңағындай соған барлық ойымды бөлемін деп, тіпті өзімнің хоббимен де айналыса алмадым дейді. ары қарай, 입에 불칠하기도 어려워서 저축은 미루기로 결심했다. күн көрудің өзі қиын болғандықтан, яғни ақша жинауды, яғни чотчукхада бізде ол накопление, бір нәрсе жинау, ақша, сумманы жинау, яғни сумма ақша жинауды кейінге қалдырдым дейді. 미루기로 결심했다. кейінге қалдырамын деп шешім қабылдадым. наса가 풀리다. наса бізде өзіңіз көріп тұрғандай болт, шеге деп аударылады. 풀리다 шешіліп кету. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, мысалға болтты шешілмей тұрса, ол қатты берік, нық болып тұрады, ал бұл жерде кәрістер бұл тіркесті адамның жаңағы болты шешіліп кетіп, босаңсып кету, қандай да бір іске байланысты босаңсып кету деген мағынада қолданылады. мысал сөйлемдер, 주영 씨는 요즘 나사가 풀린 것 같아 보여요. 주영 соңғы кездері тым босаңсып кеткен сияқты. ары қарай, 나사가 풀렸는지 집중할 수가 없다. босаңсып кеткенмін бе қайдам, бір нәрсеге назарымды не могу сконцентрироваться дейді. 집중할 수가 없다. ары қарай, 감기 때문인지 나사가 약간 풀린 것 같다. тұмауратқаннан кейін бе қайдам, кішкене босаңсып кеткен сияқтымын дейді. яғни соған беріліп жұмыс істемей, салбырап адам босаңсып кетеді ғой, сол кезде осы 나사가 풀리다 тіркесі қолданылады екен. олай болса, 오늘은 여기까지, 여기서 수업을 마칠게요. 다음 수업에서 만나요. 안녕.